Универсиадада 9 құмалақ жеңімпаздар анықталды. 3 күн бұрын басталған жарысқа 12 қыз, 15 ұл командасы сапында 90-нан астам студент бақ сынады. Елімізде спорттың бұл түрі жақсы жолға қойылған. Бүгінгі көрініс соның дәлелі. 9 құмалақтан сынға түскендер тартысты ойын көрсетті. Студенттер бәсекесіне ел чемпиондарынан бөлек Азия әлем чемпионатының жеңімпаздары да келген. Жарыс өте тартысты және қызықты өтті. Соңғы ойынға дейін орындар белгісіз болды. Өте тартысты жарыстың қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды. 9 құмалақтан Азия чемпионы Дамир Ахметов енді универсиада жеңімпазы деген атақты қосып алды. Дамир Ақтауда 3 күнде 7 кездесу өткізіп, 5,5 ұпай жинаған. Осылайша жекелей сында чемпион атанды. Ал ол оқитын Қорқыт Ата университетінің құрамасы командалық есепте 3-ші орынға жайғасты. Осы жарыста мұрындай мықтылар келді. Өзіміздің бірге чемпионатқа қатысқан адамдар да келді. Жалпы қуаныштымын бірінші орын алған осындай мықтылардың арасынан. Жалпы универсиада жақсы өтті, қызық өтті, есте қаларлықтай болды. Жарыс қорытындысында ерлер арасында жалпы командалық есепте 1-ші орынды Жұбанов университетінің, 2-ші орынды Абай атындағы оқу ордасының, ал 3-ші орынды Қызылордалық студенттер еншіледі. Ал қыздар арасында 1-ші орын Евразия университетіне бұйырса, 2-ші орында Абай, Павлодар университетінің құрамасы 3-ші орыннан көрінді. Сағира Өтеп, Ақсындар табылды. Саламат Қайыпов, Дидар.